Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін карамель мен фундук қосылған шоколадты брауни дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бисквит дайындаймыз. Ол үшін бізге ерітілген сары май және де шоколадымыз керек. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Шоколадымызға 2 жұмыртқаны қосып, сәл қант салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысқа ұнымызды және какао ұнтағын қосып, осы массаға құрғақ қоспамызды қосамыз. Бұл жерде ешқандай разрыхлитель қоспаймыз. Міне біздің бисквит, яғни қамырымыз дайын болды. Енді осы дайын қамырымызды 16 диаметрлік формаға бәрін салып, тегістеп жайып аламыз. Және де 180 градуста ысып тұрған пешке 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің бисквит дайын болды. Енді теңдей етіп бөліктерге бөлеміз. Әр бөліктерге енді шпажкаларды салып шығамыз. Сәл төбе жағын тегіс етіп кесіп алып, үстіне енді карамелімізді құямыз. Карамельді өзіміз үйде дайындасақ болады, яғни алда оның да видеосын салатын боламын. Карамельдің үстіне фундук дәндерін қойып шығамыз. Үстіне толық фундукты қойып шыққаннан кейін холодильникке қойып қоямыз. Енді бетіне глазурь дайындаймыз. Ол үшін бізге какао майы қажет. Оны кондитер дүкенінен алсаңыздар болады. Таза шоколадты қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Какао майы жоқ болса да, кез келген сапасы жоғары сары майды қоссаңыздар болады. Енді әр пирожныйымызды осылай шоколадпен үстін толық тегістеп жағып шығамыз. Толық шоколадпен жағып болғаннан кейін жарты сағатқа тағы да холодильникке қойып аламыз. Міне біздің фундук пен карамель қосылған шоколадты брауниіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай. Балаларыңызға міндетті түрде ұнайды. Енді сіздерге ұнап жатса, лүпіл басып, қолдау көрсетсеңіздер болады. Назарларыңызға көп рахмет.